Мен Нұртылаева Зиада Садиқовна, Қарақалпақстан Республикасының астанасы Нүкіс қаласында 1964 жылы 24 маусымда дүниеге келдім. Балалық шағым Тахетес қаласында өтті. Бұл жерде 8 сыныпқа дейін оқыдым. Семья жағдайына байланысты Ленинабад ауданына көшіп, сол жерде 10 сыныпты аяқтап, 1981 жылы Нүкіс қаласындағы Нүкіс мемлекеттік университетіне, математика факультетіне оқуға түстім. Сол жерден 86 жылы бітіріп, Елжанов Марат жолдасым, сол екеуміз Амудере совхозындағы Лермонтов атындағы орта мектепте мұғалім болып жұмысқа орналастым. Сол жерде еңбек өтілімді 20 жыл өтедім. Бұл жерде мен бұрынғы оқыған кезімде өз ана тілімде оқып, ол жерде қазақ мектебінде қазақ балдарына қазақша сабақ бердім. Енді менің қиналғаным бір жыл ғана, себебі қазақ тілі мен қарақалпақ тілі арасында ондай өзгешелік жоқ, азғантай өзгешелік бар. Соған байланысты, бірақ математиканың терминдерінде азғантай өзгешелік болды. Сол терминдерін өзім үйреніп алып, ары қарай 20 жыл сабақ бердім. Одан кейін 2004 жылы семья жағдайымызға байланысты киелі Маңғыстау еліне көшіп келдік. Бұл жерде мен көшіп келгеніме өкінбеймін. Өзімнің балдарым оқыды, өзінің мамандықтарына ие болып, өзінің жолдастарын тауып, қазір семья жағдайында. Кейінгі 4-ші қызым қазір осы мектепте мұғалім болды, математика сабағынан сабақ береді. Жолдасым да осы мектепте, яғни жалпы айтқанда семьямыз ұстаздар семьясы деп айтуға болады. Тек қана бір қызым неде, медик, ол колледж бітіріп, қазір өзінің жұмыс өтілін емханада жұмыс жасайды. Жалпы айтқанда қазақ тілі менің үшін жат емес, себебі жолдасым қазақ болғандықтан, балдарымды қазақ өз тілімді жақсы білем, бірақ қазақ тілінде сабақ өткен кезде ешқандай қиналмастан түсіндіре аламын деп ойлаймын. Өзге тілді біл, бірақ өзің тіліңді құрметте деген сияқты, өзге тілді білгеннің ешқандай зияны жоқ деп ойлаймын.